Бәріңе сәлем, сендер консультант мені қалай алдап кеткені туралы видеодан білетіндей, менде HP деген ескі ноутбук бар. Бұл ноутбукта монтаж жасаудың өзі мазохизм. Ол жестко қатады, ал ойын ойнау туралы вообще үндемей-ақ қояйын. Ал мен мазохист болмағандықтан қату FPS түсу сияқты проблемаларды шештім. Енді 3 жыл бойы ноутбук қолданудан опытым болғандықтан бұл кеңестерді сендерге ұсына аламын. Себебі маған көмектесті, сендерге көмектесе ма, көмектеспей ма, оны мен физически білмеймін. Бірақ көбінесе көмектеседі. Ал біз видеоның басын созбай FPS қалай көтеруге болатынын білуге кеттік, короче. Это переход, короче. Енді бәрін кезек-кезектен айтайық. Видео басталмай тұрып, сендер бір нәрсені есте сақтау керексіңдер, және де оны ұмытпау керексіңдер. Бұл видеодағы информациялар арқылы максимум 10 кадр қосасыңдар. Ары қарай фактически мүмкін емес зат. Білмеймін неге екенін, бірақ ешкім өзінің видеосында бұндай нюанстар туралы айтпайды. Егер де сендерге 10 FPS-тен ары қарай керек болса, онда сендер либо ноутбук аласыңдар, либо компьютер аласыңдар. А так басқа вариант болмайды. Ал егер сендерде компьютер болса, онда өте жақсы болады. Себебі компьютердің іші ашылады, ішінде комплектующилары ауыстырылады, сондықтан да ішіндегі видеокарта немесе процессорды ауыстырып, солай ғана FPS-ті көтеруге болады. Негізінде FPS-ке влиять ететін компьютердің ішіне комплектующилардың арасында тек қана видеокарта. Сол үшін егер оннан артық FPS керек болса, онда видеокартаны ғана ауыстыру керек. Бірақ видеокартаны ауыстырғаннан кейін оның блок питаниясы сай келу керек, сондықтан да блок питаниясын ауыстырса, осы компьютер производительностьқа шансы көп болады. Осындай вариантпен ғана компьютердің производительностін көбейтуге болады. Ал менің бүгінгі видеода айтатын способтар: компьютерге FPS қосады, бірақ та онша көп FPS қоспайды. Но по-любому осы способтарды айту керек. Бұл өйткені кейбіреуіне өте қатты көмектеседі, кейбіреуіне көмектессе де как минимум 3-4 FPS қосады. Егер де сен үйіңде RTX 3090 деп аталатын вентиляторы бар, жұмыртқа пісіруге арналған газ жақшаның ішінде компьютер болса, онда не істеп жүрсің менің видеомда? По-любому саған бірінші айтатын способым көмектеспейді. Ал ноутбугі барларға үлкен көмек көрсетеді. Себебі ноутбук сатып алған кезде көбінесе ноутбукта екі видеокарта болады. Бірінші видеокартаның аты интегрированный, екіншісі дискретный. Қазір мен алдыда дискретный видеокарта мен интегрированный видеокартаның айырмашылығын, және де дискретный видеокарта дегеніміз не, интегрированный видеокарта дегеніміз не, соның бәрін түсіндіремін. Бірақ оны түсіну үшін сен мына заттарды істеу керексің. Ноутбугыңда қандай видеокарта тұрғанын біліп алу керексің. Әйтпесе түсінбейсің. Ол үшін былай істейміз. Егер сенде Windows 7 болса, онда сенде мой компьютер деп тұрады. Ал Windows 10 болса, онда сенде этот компьютер деп тұрады. Этот компьютер көбінесе рабочий столда болады. Ал егер де сен менің видеомды бұрыннан бері көріп жүрген болсаң, онда сен панельге сақтап қойған болатынсың. Сондықтан да панельге кіріп, этот компьютерді басамыз. Этот компьютер қосылғаннан кейін бір окно ашылады. Ол окноның сол жағында тағы бір этот компьютер тұрады, бірақ ол кішкентай болады. Сол этот компьютердің мышканың оң жағымен басамыз да свойства деген кнопканы басамыз. Сосын тағы бір окно ашылады. Ол окноның тағы бір сол жағында диспетчер устройств деген кнопка болады. Соны басамыз. Сосын тағы бір окно ашылады. Ол окнода видео адаптеры деген кнопканы басамыз. Сосын екі видеокарта тұрады. Біреусі интегрированный видеокарта, ал біреусі обычный ноутбуктың ойынға арналған видеокартасы. Ол дискретный видеокарта. Ал кейбіреуінде тек қана бір видеокарта тұрады. Бұл жерде қайсысы интегрированный, қайсысы дискретный екен айыруды қалай екенін үйретейін. Интегрированный видеокарталарда көбінесе соңғы әрпі graphics деген жазу болады. Процессорлардың түрлері көп болғандықтан ол әртүрлі болады. Мысалы Intel HD Graphics, ал AMD R5 Graphics немесе R7 Graphics тағы да сондай түрлері болады. Ал дискретный видеокартада соңғы әріптері әртүрлі болады. Мысалы мен ноутбугымның видеокартасы AMD болғандықтан AMD Radeon R5 M330 деп жазылып тұрады. Бізге керегі дискретный видеокарта. Интегрированный видеокарта дегеніміз ол процессорге орналасқан процессордың встроенный видеокартасы. Ал дискретный дегеніміз ол ноутбуктың өзінің видеокартасы. Яғни ол ойындарға арналған, және де ойындарға осы видеокарта қосылу керек. Бірақ кейбір ноутбуктарда тек қана интегрированный видеокартамен қосылады. Бірақ та мен бұл видеокарталардың ноутбукқа не үшін керек екенін, және де бұл видеокарталардың ноутбукқа не үшін орналастыратынын айтып түсіндіріп кетейін. Себебі бұны түсіндірмесем сендер бұл способты істей алмайсыңдар, және де не үшін істегендеріңді өздерің білмейсіңдер. Сондықтан да түсіндіріп кетейін. Дискретный видеокарта ол ойындарға арналған, және де ол видеокарта көбінесе игровой ноутбуктарда болады, немесе ценовой категориясы 100 мыңнан асқан ноутбуктарда болады. Ал 100 мыңнан төмен ноутбуктарда вряд ли болады, бірақ кейде болуы мүмкін. Егер де сендерде дискретный және де интегрированный видеокарталар болса, онда сендердің жолдарын өте қатты болды. Ал егер сендерде немесе интегрированный, немесе дискретный бірақ видеокарта ғана болса, бірақ осыған қарамастан ойындарда қатып лагтар немесе ойындарда фриздар болып жатса, онда мен сендерге жаман жаңалығым бар. Ал бағанағыдай айтқанымда, осындай екі түрлі видеокартасы барларға бір айтатын сылтаулар бар. Себебі кейбір ойындарда немесе бүкіл ойындарда ноутбуктың энергиясын жемес үшін ойындарға интегрированный видеокартаны қосады.
Екі видеокартаның да өзінің плюстары бар. Мысалы, бірінші интегрированный видеокартада ноутбукта FPS аз болады, бірақ ноутбуктың энергиясын көп жемейді. Ал дискретныйда керісінше, FPS көп болады, бірақ ойындарда энергияны жаман жейді. Сондықтан да ноутбукта ойын ойнаған кезде көбінесе ноутбукты зарядкаға қосып ойнаған дұрыс болады. Осындай жағдайда көбінесе ноутбукта дискретный видеокарта қосылады. Осы способ арқылы интегрированный видеокарта емес, дискретный видеокартаға қалай қосу керек екенін көрсетемін. В общем, мынау менің рабочий столым екенін бірінші видеоны көргендер ғана біледі. Бірақ маңызды емес. Осы рабочий столымыздан мышканың оң жағымен басамыз. Сосын параметрі экраннан басамыз. Шыққан окнода ең астына түсеміз да настройка графики дегенді таңдаймыз. Сосын мына жерде сендерде ешқандай ойын болмайды. Ойынды қосу үшін былай басамыз. Обзор деген кнопканы басамыз да өзіміздің ойынымызды таңдаймыз. Яғни ойынымызды ярлык бойынша таңдамаймыз, ойынымыздың папкасының ішіндегі иконкасынан таңдаймыз. Ойынымыз қай жерде орналасқанын білу үшін ойынымыздың ярлыгынан мышканың оң жағымен басамыз да расположение файла деп басамыз. Сосын бізге ойынымыздың иконкасын көрсетеді. Осы расположение файлы арқылы, яғни осы путь арқылы бағанағы обзорды басып ойынымызға көрсетеміз де сосын добавить деген кнопканы басамыз. Сосын бізге бағана добавлять еткен, яғни бағана қосқан ойынымыз осы жерде пайда болады. Пайда болғаннан кейін ойынымыздың үстінен басамыз, әлі біткен жоқ. Сосын параметры деп басамыз. Астына түсеміз да системное значение по умолчанияның орнына высокая производительность дегенді таңдаймыз. Сосын сохранитті басамыз. Бірақ осыны істегеннен кейін де кейбіреулерінің видеокартасы интегрированный видеокартада қалуы мүмкін. Ол үшін былай істейміз. Мынау тағы да менің рабочий столым. Бұл рабочий столды менің бірінші видеомды көргендер ғана біледі. Просто рабочий стол охуенный. Айта бергім келеді да просто. В общем, маңызды емес. Тағы да рабочий столдан мышканың оң жағымен басамыз. Сосын егерде видеокартаң AMD болса, онда настройка Radeon дегенді басасың. Ал егер видеокартаң Nvidia'дан болса, онда настройка GeForce или настройка Nvidia. Осындай жазуда болады. Сол кнопканы басып видеокартаның настройкасына кіреміз. Егерде AMD болса, онда сендерде жоғарыда пункттар болады. Сол пункттың ішінен игры деген пунктты таңдаймыз. Сосын осы жерде сенің бүкіл ойындарың тұрады. Егер болмаса, онда добавить деген кнопканы басасында просмотреть деп басасында, ойынның расположение файлындағы пути бойынша иконкасын таңдап, открыть деп басасың. Сосын керекті ойыныңа кіресіңда профильная настройка графики деп тұрады. Сол пунктқа кіресіңда оптимизация формата поверхности деген режимді өшіреміз. Ал егер итак өшіп тұрса, онда керісінше қосамыз. Сосын ойынымыздың астында осындай включено деген жазу шығады. Енді видеокартасы Nvidia'дағы ноутбуктарды қалай істейтінін айтайын. Тағы да рабочий столда мышканың оң жағымен басамыз. Сосын панель управления Nvidia дегенді басамыз. Сосын сол жақтағы менюдағы управление параметрами 3D деген кнопканы басамыз. Содан кейін бізде екі вкладка шығады. Сол екі вкладканың ішінде глобальные параметры деген вкладканы таңдаймыз. Сосын астында предпочтительный графический процессор деп тұрады. Сол жерде высокопроизводительный процессор Nvidia дегенді таңдаймыз. Немесе видеокартаның өзінің аты тұрады. Соны таңдаймыз. Болды, осы істеген операциялардан кейін компьютерді перезагрузка жасаймыз да, одан кейін ойындардағы жақсы FPS пен рахаттана берсек болады. Болды, осымен FPS көтеру туралы видеомыз аяқталды. Ноутбуктарға FPS-ті көтеру болатын. Өйткені кейбір адамдар ноутбукты қымбатқа алады. Бірақ үйге әкелген кезде ойындарды 10 FPS, 20 FPS сондайда көтереді. Сол кезде адамдар жаман ноутбук алдым, анамнау сондай ойлар кетеді. Сондай ойлар болмас үшін осындай видео шығардым. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, осы видеоны достарыңа таратуды ұмытпаңдар. Өйткені бұл маған өте көп көмек әкеледі. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.